60 күннен аса жол жүру шынымен де оңай емес. Бір қуантатыны бұл концерт, сіздерге бір көңіл сыйлау, көптен көріспеген ағайынның басын қосу, бір сәтте жиналып, тым болмаса 1-2 сағат бірге отырып, бірге күліп, концертімізге келген әрбір жанға алғысымызды айтқымыз келеді, және арнайы кешірімде сұрағымыз келеді. Өйткені бұл сапар болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады. Арасында сапардың өзінің қиындықтары бар. Жолмен жүргеннен кейін көліктің бір өзінің қиындықтары бар. Жолда неше түрлі жағдайлар болды. Денсаулығымызға байланысты сынақтар болды. Сөз естейсің, біреуден алғыс естейсің. Негізі алғыс батамыз көп болды. Бірақ бізді қуантатыны қанша адам алғыс айтып, осы концерттен демалып, отбасымен қуанып, біреу ата-анасын қуантып жатыр, біреу бауырын, інісін, қарындасын, достарын қуантып жатыр. Секілді қуаныш сыйлау адамның өміріндегі ең қымбат нәрсе бұл көңіл. Бізге қолдау көрсетіп, демеу болған жанымызда, және әрбір қиналған сәтімізде тілекші болған біздің сенімді серіктестерімізге. Оның ішінде Ниет Бай Хикмет Қажыл компаниясына алғысымызды айтамыз. Және әрбір сәтімізде біздің шөнімізді басып, көңілімізге қарап, көңілді болып жүру үшін қызмет жасаған Рауда шайына ұжымына алғыс айтамыз. Барша күткен ағаларымыз, бауырларымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз, інілеріміз сіздерге көп-көп рахмет. Аттарын атап айтайын десем, қаншама халық күтті бізді. Сіздерге тек алғысымыз шексіз. Осы бауырларым шаршап қалмасын, аш қалып қалмасын, концертте күш-қуат болсын деп ет асып жатады барлығына көп-көп рахмет. Бізді әлеуметтік желіде қолдап, комментарий жазып, лайк басып, жан-жаққа тарап жатқан көрермен сіздерге мың алғыс. Әр қалада мені театрдың жалғыз гүлі деп, қаншама әдемі гүл шоқтарыңызды кеп, сыйлықтарыңызды келіп, гүл ханшайымы деген атқа лайық болдым. Рахмет айтамын, рахметтен алғыстан басқа айтарым жоқ. Қазақстанның әр қаласында бізді аэропорттан болсын, вокзалдан күтіп алып, аяғымызды жерге тигізбей, көліктермен әрі-бері тасып, бізді қайтам дегенше көңілімізге қараған біздің барша бауырларымызға, достарымызға үлкен рахмет айтамын. Қазақстанның бүкіл қалаларында біздің билетімізді бір ай бұрын таласып алып, залды аншлагқа толтырып, бізді қолдап, бізді көтермелеп жүретін біздің көрерменге мың алғыс, сіздерге басым дейіп рахметімді айтамын. Әр қаласында қошемет беріп, шабыттандырған барша қонақтарға рахметімізді айтамыз. Баршаларыңызды 19 ақпанда Қазақстанның барлық кинотеатрларынан Өнер қырандары театрының Абай бол фильмде күтеміз.